Есек өзіне мүйіз сұраймын деп құлақсыз қалыпты. Қабырға артындағы мың дұшпаннан жаныңда жүрген бір дұшпан қауіпті. Шектен тыс жұмсақ болма, жаншып тастайды. Шектен тыс қатты болма, сындырып тастайды. Әйелдер де түйелер секілді. Жүздегеннің арасынан мінуге жарамды біреуін ғана табасың. Шектен тыс әзіл адамды абыройдан айырады. Кешегі күнді ұмыт, ертеңгі күнді уайымдама. Бүгінгі күннің қадіріне жет. Саған бұйырған нәрсе сені сөзсіз табады. Әйелді ұзақтан, бақшаны жақыннан таңдаңыз. Бөрілерге жем болғыңыз келмесе, өзің бөрі бол. Нығметтердің ең жақсысы ақыл, бақытсыздықтың ең жаманы ақымақтық. Екі нәрсенің қадірін оны жоғалтқанда білесің. Жастық шақ пен денсаулық. Наданның ашуы сөзінде, ақылдының ашуы ісінде белгілі болады. Өзіңе қажеті жоқ нәрсені сатып алуды доғармаған кісі өзіне қажет нәрсесін сатуына тура келеді. Жаралы бүркіттен сұрапты: сені неге сонша мұң басқан? Сонда бүркіт: мені атқан жебенің артында бауырымның қауырсыны бар депті. Қорықсаң сөйлеме, сөйлесең қорықпа. Әр сұлулықтың бір нұқсаны болады. Абай бол, әйелді жылатпа, өйткені Алла оның көз жасын санайды. Тек еркін адам ғана берген уәдесін орындай алады. Қатыгездік қорқақтың қаруы. Бірдеңе істегісі келетін адам амалын табады, ал ештеңе істегісі келмейтін адам сылтау табады. Алланы ғана мақтап, өзіңізді ғана сынаңыз. Бұқа мүйізінен, адам тілінен байланады. Үйлену бір айлық қуаныш пен мәңгілік реніш әкеледі. Ешқашан қайта оралмайтын үш нәрсе: атылған оқ, айтылған сөз, жіберіп алған мүмкіндік. Сабыр бұл тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті күрес. Аяғынан айырылған адамды көргенге дейін аяқ киімінің жоқтығына қапаланатын едім. Жүрек тыныштығы бір қап алтыннан да қымбат нығмет. Әйеліңізбен ақылдасыңыз, бірақ оның айтқанын керісінше істеңіз. Ақымаққа ақыл айтсаң, дұшпанына теңейді. Құрметті оқырман, видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.